15 шілде 2025 жыл. Мынау автостанция Жаркент қаласы, Панфилов ауданы. Автостанция. Қазір жағына кіреміз. Көреміз. Мына жақта қоқыс деген толып жатыр. Ешқандай мына жерде қоқыс салатын жәшіктер жоқ. Қоқыс тастайтын жәшіктер мүлдем жоқ, көрініп тұрған жоқ. Мынау бұрынғы заманнан келген автостанция деп айтады. Осында келіп Алматыға кетіп жүруші едік. Сол емес, сол не тұр екен, ешқандай өзгеріс жоқ. Кішкене ғана пластикпен терезелерін жөндеп қойыпты. Басқа ешқандай өзгеріс жоқ. Мынаның территорияның ішінде бір не жоқ қой, қоқыс салатын. Ана жерде бар, ана жақта мына жерде. Мына жерде бар екен. Біз анау кішкентай қоқыс салатын едік. Соны іздейміз ғой. Алыс жүргіміз келмейді. Міне осындай автостанция. Мына жерге көп үлкен ені. Енді бір кішкене эстетичный бірдеңе қойса болады ғой негізі. Кішкене шетел адамдар келеді. Шетелдіктер де келіп өштен өтеді Қытай жаққа. Осындай болып қойды. Автостанцияның түрі мынау. Енді осы 30 жылда бір үлкен бір автостанция салуға болады еді. Қытаймен өте қатты жұмыс істеп жатыр ғой. 4 шілде 2025 жыл. Мен дәретханаға келдім. Бұл Жаркент қаласы. Мынау автостанция дейді. Автобустар тұр. Енді бұл шетелдіктер келіп келетін дәретхана ғой. Армысыз? Мен кіріп шықсам қалай болады? Мынандай не бар екен? Таза бірақ. Енді масқара.